Осы айтатын оқиға мен ұйқымнан шошып оянған кезде есіме түсіп кетті. Яғни осыдан 8 жыл бұрын болған оқиғаны түсімде көрдім. Негізі осы уақытқа дейін бұл оқиға туралы көп есіме алмаған едім. Бірақ қазір кенеттен түсіме кіріп кетіп, мені қатты алаңдатты. Мен сонау кішкентай кезімнен бастап ол көршіні көретін едім. Ол өте ашушаң, жан-жағына ашу ызасын беріп жүретін еді. Бәріне агрессивті түрде жауап береді. Бұлай қарасаң, есінен адасқан жынды секілді көрінеді. Бірақ шындығына келгенде оның есі дұрыс секілді, жалпы қалыпты адамдар секілді жүре алады. Ол кемпір жалғыз өзі өмір сүреді. Оның қасында балалары, шалы да жоқ, жападан жалғыз өмір сүретін еді. Оның үстіне көршілермен де дұрыс араласпайды. Кішкентай кезімде ол маған агрессия көрсеткені де есімде. Сол кезде 10 жасар бала болдым және достарыммен бірге құмнан үйлер салып ойнап отырған едік. Кенеттен әлгі көрші кемпір келді де қолындағы шелектегі суды біздің құмдарға төгіп бәрін бұзып тастады. Бір сөзбен айтқанда ол өте қорқынышты болды. Бірақ қазіргі айтатын жағдай мен есейіп қалған кезімде орын алды. Ол кезде мен универдің 2-ші курсында оқыдым. Ал таңғаларлығы, әлгі кемпір әлі тірі еді. Және үлкен болып қалғаныма қарамастан, мен ол кемпірді көрген сайын үрейленгендей боламын. Себебі түрі де өте үрейлі. Ол сенің көзіңе еш себепсіз қарап тұра береді. Сөйтіп сол кезде универіме барып келіп жүрген сәтте, осы айтатын үрейлі оқиға басымнан өтті. Универге барып келіп жүріп жаз мезгілде басталды. Яғни 3 ай бойы жалғасатын демалыстар. Және сол кезде менің ата-анам 3 күн демалысқа кетіп, мені үйде жалғыз тастап кетті. 3 күн бойы мен емін-еркін өмір сүре аламын. Бейне ойындарын таң атқанша дейін ойнауға болады. Сөйтіп мен түнгі сағат 12-лер шамасында сүйікті ойынымды ойнамастан бұрын далаға шығып таза ауа жұтып келейін дедім. Солай далаға шығып ауланың ішінде жүрген едім. Кенеттен өз үйіне кірейін деп жатырған әлгі кемпірді көріп қалдым. Мен бірден тығылып қалдым, себебі ол сондай қорқынышты. Сөйтіп ол үйіне кіріп кетсінші деп оған қарап тұрсам, оның қолында 2 шелек бар екенін байқадым. Және ол үйіне емес, пәтерлердің астында орналасқан жертөле ішіне кіріп бара жатыр. Және ол жертөле ішіне кірместен бұрын жан-жағына мұқият қарап, маған ол бірдеңені жасыратындай көрінді. Сөйтіп ол жертөле ішінен тез шығатын шығар деп күткен едім. Бірақ кемпір жертөле ішінде кідіріп қалды. Сондықтан барып мен үйіме кіріп кеттім. Бірінші түн осылай өтті, бірақ екінші түні оның кеше істеген істері маған қатты қызық көрінді. Сондықтан екінші түні мен далаға саналы түрде шығып, ол кемпірдің не істейтінін көргім келді. Бір қызығы, ол кешегіде қолына 2 шелек ұстаған күйде, солай ол жертөле ішіне кіріп кетті. Бәрі дәл кешегідей. Түнгі 12 болған сәтте ол 2 шелекпен не істемекші? Деп мен өзіме сұрақ қойдым. Және осы сұрақтың жауабын тапқым келді. Сондықтан әлгі жертөле есігіне жақындап, оның не істеп жатқанын өз көзіммен көргім келді. Бірақ менің ол кезде батылым жетпеді. Ол кемпірдің көзіне көрініп қалатын секілдімін деп ойладым. Сөйтіп сұрағыма жауап таба алмаған күйде үйіме кіріп кеттім. Бірақ сол кезде досыммен онлайн арқылы сөйлесіп отырып, жағдайдың бәрі өзгеріп кетті. Әлі күнге дейін досыма бұл туралы айтқаным үшін өкінемін. Қысқасы, мен оған әлгі кемпірдің жертөледе бірдеңе істеп жатырғаны туралы айттым. Малдыбай, мынау жынды кемпірді осымен 2-ші түн бойы көріп жатырмын. Түнде? Ол не істеп жүр түнде? Сол түсініксіз. Менің бір байқағаным, оның қолында 2 шелек бар, және сол 2 шелекті алып, мұны пәтерлердің астындағы жертөлеге кіріп кетті. Кеттік, онда нағып отырмыз. Оның жертөле ішінде не істеп жатқанын көрейік. Жоқ, Малдыбай, бұл дұрыс емес. Я, білемін, дұрыс емес екен, бірақ бұл қызық емес пе? Өзіңді айтқан едің ғой, ішім пісті деп. Жүр кеттік. Деп досым Малдыбай мені көндіріп алды. Жақсы, мен келістім, барсақ барайық. Бірақ ол жертөле ішінде ме? Кеше сен оның жертөле ішіне кіріп бірден шығып кеткенін көрдің бе? Жоқ, олай емес. Ол ішіне кіргеннен кейін ішінен шыққанын көрген жоқпын. Мен оның ішінен шығуын ұзақ күттім, бірақ шықпады.
Түсінікті, кеттік онда. Қазір мен саған келемін. Деп осылай екеуміз келісіп алдық. Ол досым менен алыста өмір сүрмейді, сондықтан тез арада келіп жетті. Сөйтіп екеуміз жертөлеге кірместен бұрын жертөле есігін бақылап қарайын деп шештік. Себебі ол кемпір жертөле ішінде ме, әлде үйіне кетті ме, оны білмеген едік. Солай біздің бақылап тұруымыз 40 минуттан асып кетті. Ол жертөле ішінде жоқ секілді. Біз сондықтан тұрған жерімізден жайлап қозғалып бастап жатсақ, қолына шелек ұстаған кемпір тағы бір мәрте жертөле ішіне келе жатыр. Біз әйтеуір тығылып үлгердік. Оның көзіне көрініп қалмағанымыз үлкен сәттілік болды. Және бұл жолы ол өз пәтерінен тікелей жертөле ішіне кіріп кетті. Және осы жолы қолында тек бір шелек ұстаған екен. Сөйтіп біз ары ойланып, бері ойланып бір шешімге келдік. Біз жертөле ішіне тікелей кіріп кетеміз, бірақ әлгі кемпірдің көзіне көрінбеу қажет. Себебі ол бізді көріп қоятын болса, бізге тыныштық бермеуі мүмкін. Басында айтқанымдай, ол өте ашушаң. Солай жертөле есігінің қасына келдік. Маған қызық, бұл кемпір мына қараңғы жертөле ішінде не істеп жүр екен? Ой, таңғалатын несі бар, ол ауру таза. Не істерін білмей жүр. Жоқ, шынымен, сен ойланып көрші, ол қараңғы жертөле ішінде не істеуі мүмкін? Ешқандай идея жоқ менде. Мен үшін ол жай ғана психикалық ауытқуға ұшыраған адам. Ондай адамдар миға сыймайтын істермен айналысады, сондықтан бәрін күтуге болады. Бірақ нақты айта алмаймын. Ал мен айта аламын. Егерде ол біреуді күштеп ұстап отырса ше. Мына өзін әрең көтеріп жүрген кемпір ме? Қане бауырым, логикалық түрде ойласаңшы, бұл мүмкін емес. Ол жай ішінде қосымша бөлмелер жасап алған болар. Оның жай ғана іші пысты. Ой, жақсы, көп сөйлеп кеттік, ішіне кірейік. Бірақ көзіне көрініп қалмайық, бізге абай болу қажет. Деп солай жертөле ішіне кірдік. Жертөленің іші өте салқын екен. Оның үстіне қап-қараңғы, дым көрінбейді. Әлгі кемпір қалай жүр екен десек, арғы жақтағы бөлмеде бір оттың жарығы секілді жарық жанып тұр. Кемпір де сол жерде болу керек. Біз ұялы телефондарымыздың жарықтарын жағып, әлгі кемпір отырған бөлмеге ақырын жақындай бастадық, және бір түрлі жағдайды байқадық. Біз сол бөлмеге жақындай берген сайын, біреу ауызбен тамақты аш адам секілді жеп жатқан дауысы шыға бастады. Кемпір нені жеп жатыр екен сонша, деп ішімізден ойлап қоямыз. Бірақ сығалап қараған сәтте мүлдем басқаша көріністі көрдік. Аяқ-қолдары кісендеулі болған бір ересек ер адам. Шелектің ішінен қып-қызыл болған шикі еттерді жыртқыш жануарларша жеп жатыр. Кемпір болса, жей ғой балам, деп қояды. Сонда бұл кісендеулі адам кемпірдің баласы ма? Неге ол мына адамды? Немесе баласын осылай ұстап отыр? Біз қатты шатасып қалдық. Ол ер адамның түрі өте қорқынышты болып кеткен. Қалыпты адамдардың бет-әлпетіне мүлдем ұқсамайды. Біз бәрін түсіндік, ол кемпір нағыз жындының өзі. Және бізге бұл жерден кету қажет. Біз еш дыбыстарды шығармастан, сол жерден кетіп қалайын десек. Осы оқиғаның жалғасы бар, егерде әрине осы бейне 100 лүпілден жоғары жинайтын болса. Жалғасы шығып қалуы мүмкін.